Ассаляму алейкум, қайырлы күн достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазір жазда нағыз шөліңізді басатын сусын жасайтын боламыз. Жасалу жолы оңай, ал дәмі сізге және де жақындарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен екі орташа апельсиннің цедрасын, яғни тек бетіндегі жұқа қызғылт сары қабатын ғана теркадан өткізу керек болады. Бұл жерде мұқият болыңыздар, астындағы ақ бөлігін өткізіп алмаңыздар, себебі ол ащы болады. Келесі дәл солай бір лимонның да цедрасын теркадан өткізіп аламыз. Ал енді қантымызға апельсин мен лимонның цедрасын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін осы қантымызды енді шұңғыл ыдысқа салып, үстіне жаңағы 2 апельсин мен 1 лимонымыздың шырынын толықтай сығып аламыз. Апельсин мен лимонды алақанмен басып үстелге домалатсаңыздар, шырыны жақсы шығатын болады. Кейін үстіне бір кішкене су құйып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Ал енді ыдысымыз толғанша қалған суды құямыз. Осымен лимонадымыз дайын, тек бұны сүзіп алу ғана қалды. Ол үшін шұңғыл ыдысқа алдымен жалпыздың бірнеше жапырақтарын салып, кейін үстіне ситадан лимонадымызды өткізіп аламыз. Мінекей енді лимонад дайын. Бұны тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Сол кезде жалпыздың дәмі шығып, лимонадымыз одан бетер дәмді болады, және салқын күйінде шөліңізді жақсы басатын болады. Міндетті түрде менің рецебім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Өзім жиі осы әдіспен дайындаймын. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймыз. Сіздермен алда әлі түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Оларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған мен Қаламқас және дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.